Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туған бауырлар. Міне Аллахтың құдіреті шексіз ғой. Құс қанша биік ұшса да, оның табатын қорегі жерде дейді. Адам қанша тәкаппар болса да, баратын жері көрде дейді. Құстар тірі кезінде құмырсқаларды жейді дейді, ал құмырсқалар өлген кезде құстарды жейді дейді. Бір тал ағаштан миллиондаған сіріңке жасауға болады дейді, ал бір тал сіріңкемен миллиондаған ағашты өртеуге болады дейді. Дүние алма кезек дейді. Сондықтан сен бүгін мықты болсаң дейді, өзгеге көлеңкең түсіре көрме дейді. Бүгін сен мықтысың, ертең ол мықты дейді, ал уақыт бәрінен де мықты дейді. Міне құрметті ағайын, сондықтан мынау жалған дүниеде мықты боласың ба, күшті боласың ба, қолыңда билік бола ма, тақта отырасың ба, ешкімге қиянатың тиіп кетпеу керек екен. Бұл жалған дүниеде Алла тағала Құранда баян еткендей, біз өмір мен өлімді жараттық, сендердің қайсыларың жақсы амалды жасауларыңды сынау үшін дейді. Міне жақсылыққа қарай жүруіміз керек екен. Сол жолда, жақсылықтың жолында қандай қиыншылық болсын, адам баласы төзе білу керек екен, сабыр сақтай білу керек екен. Мынау қыран құстың арқасына мінетін бірақ жалғыз құс бар екен, ол қарға екен. Бірақ ол қыран құс қарғаны арқасынан түсірем деп әуре болмайды екен. Ол биікке самғай береді екен, Ауа жетпеген қарға өзақ сол сырғып төменге қарай құлдилайды екен. Міне сол сияқты, қыран құс сияқты алдыға қойған мақсатыңа жету үшін бұл жалған дүниеде ешкімнің сөзіне құлақ аспай, тек қана жақсылыққа қарай жүгіруіміз керек екен ғой. Сондықтан ұш дейді, ұша алмасаң жүгір дейді, жүгір алмасаң жүр дейді, жүр алмасаң еңбекте дейді, еңбекте алмасаң сол бақытыңа қарай, алған бақытыңа қарай бақытыңды түзеп жат дейді. Міне құрметті ағайындар, 5 күндік жалған міне өтеді де кетеді Аллахтың қалауымен. Сондықтан еш уақытта, еш қашан тәкаппарлыққа, мақтангершілікке, арсыздыққа, мынау жаман қылықтарды бойымыздан аулақ ұстауымыз керек екен. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапат тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өскеніңді өшірерсің. Басына қайғы түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа. Бүгін сағы сынды деп жақыныңды басынба дейді дана қазақ ата бабамыз. Міне құрметті ағайындар, Аллахтың құдіреті шексіз, Аллахтың құдіретінде шек жоқ. Алла тағала баршамызды иншалла өзінің адал жолында жүруімізді нәсіп етсін, өзіне шынайы құл болуымызды нәсіп етсін ағайын. Ел аман, жұрт тыныш болсын, әр кезде сағымыз сынбасын, тек қана жақсылыққа қарай жүрейік ағайын.